саудагерлер дәл осы сезон күтіп отыр қазір көбісі. Қазір қойын басын ұстап отыр, сатпай. Ертең құрбан айтты, 2 есе сатам дейді. 3 есе сатам дейді. Сат жарайды. Сатта келеткен шаршын. Бірақ бір нәрсе айтқым келеді, онымен береке таппайды адамдар. Өйткені ол адамдардың мұқтаждығын пайдаланып, адамдар байлыққа қол жеткізсе, ол баракат болмайды дегенде өз ғалымдар. Ол берекелі болмайды. Керісінше, Құдай сақтасын, біреу налым кетуі мүмкін мына жерде. Тесіп шықсын да ақша сенен. Не нәрсе мынау? Кеше ғана 50 мың деп тұрғанда 80 мың теңге, 30 мың қымбатып кетті ме? Одан 30 мың теңге мен дастархан жайып, кішкене былай ас берем ба деп ойлаймын халыққа. Не қымбат болып кетті деп налым келеді де біреу. Ма алшы ақшаңды деп. А бірақ ол саудагерді ойлау керек та, оның өздері сатып алып ет қылып жейін деп жатқан жоқ қой. Мысалы халық не істейді? Таратады, үлестіреді. Отбасыларға, мұқтаж жандарға үлестіріп барынша қайырымдылық жасайды да адамдар. Ол адамды өз жерде саудагерді ойлау керек та. Адамдар сондай ақшасын Құдай үшін 50 мың теңгесін шығарып, Құдай жолында таратайын деп жатыр. А мені неге осыған 10 мың теңге қоспасқа? Әдетте 50 мың теңге сатылып жатқан болса, 40 мың теңгеге скидка жасап бер. Бауырым, негізі әдетте 50 мыңға сатып жатқанбыз бұны. Бірақ құрбан айттың құрметіне, мен 40 мыңға берем, бауырым. Или 40 мыңға сатқанда 30 мыңға берем, бауырым. Әдетте негізі мынанша ет десе, енді сол енді құрбан шалынады ғой ертең. Ол етті біреу жейді. Бір мұқтаж барып, бала шағасымен бір риза болып, сорпасын ішіп жейді. Сол адамдар тағы қандай ізгі амалдар жасайды, соның басында саудагерді үлескер болады да саудаға. Саучасың дейді ғой. Яғни адамдар күнәға үлескер болмау керек, сауапқа үлескер болу керек.